Барлығынан сәлем достар. Бүгін біз Екібастұз қаласындамыз. Передай привет всем моим подписчикам. Я. Бүгін бізде Екібастұз қаласында бәйгеден чемпионат 3-ші іріктеу кезеңі. Рапорт все подписано и вчера. Достар, бізде қазір импорттық нандар шығады. Жақты уже аттар жетектеп жатыр. Жетінші номер. Нұрали, қалайсың? Бізде Нұрали Айтқабыл 11-ші номерді. Достар, бізде қазір сағат 11:44 болды. Алып жатты қажет жоқ қой бака. Алып жатты қажет жоқ қой. Бір елді ма бірдеңе деп жазып қойды. Джоли. Мынау білесің ба, мынау тикокі жазып жүрген ат қой. Джоли. Қайсы? Мынау сары ше. Неге? Жора, да. Жауын шешіп алмайсыңдар ма сразу? Шештір жауынды. Кебет, Кіргіз. Ей. Карсет кейіндер бас шық. Достар, қазір бізде жылқыларды тексеріп жатыр, және де жакейлерді, карсет бар, жоқ, соның барлығын тексеріп жатыр. Бұйыртса қазір уже сағат 12-де бізде старт кетеді. Бізде қазір импорттық нан бірінші. Осыдан кейін барып доморожка болады. Мен 19-ға болесің. Ну, за 5-го болеем, конечно. Давай, Джоли, görürsün. Аны бағжаныздар ғой. Жай. Жаным. Бағжан. Милашка, я сломала. Ай, шоу. Ондай да бар ма не? Бар ма олимпиадта сөйтіп? Я саған күшті. Сәлем, Нұрсұлтан, өзің танысып кетсең, қай жақтан келдің, жасың нешеде, салмағың неше жыл бәйге шауып жүрсің? Мен атым Әнуархан Нұрсұлтан. Мен Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ақжар ауылынан келдім. Шауып жүргеніме 3 жылдай болып қалды. Салмағым 28 килограмм. Жасым 13-те. Бүгін қандай дистанцияда шабасың, кстати? Топпен 12 мен 18-ге. Жылқылардың есімі қандай? Үміт, сосын ұмыт қалдым апай. Бұйыртса жеңіске жетсең, кімге бірінші хабарласасың? Анама. Негізі тактикаң қандай бүгін шабатын? Топта? Шығамда. Шығып қашам дейсің ба? Неге? Сондай болып тұр. Отырмайсың ба? Состауға кемейтін болып тұр. Шығам, қашам, жіберем. Ұстатпайды. Ұстатпай ма? Алып қашады, е? Жақсы. Жарыс алдында ең көп айтатын сөзің қандай сенің?
ла хаула вала куввата илля билля. Нешінші сыныпта оқисың? 7 бітірдім. 7 бітірдің. Бұйырса 8-ге көштің, иә? Иә. Бұйырса бәйгілі бол, саған сәттілік тілейміз. Иә, амин. Достар, бізде импорт құнандар қазір соңғы айналымға кетіп бара жатыр. Оғландарды қошеметпен соңғы айналымға шығарып саламыз. Дайын болыңыздар. Жатыр. Қарсымасты 3-ші номер және 5-ші номер таласып келуде. тізгінді жіберді. Тамирис. Міне жылдамдық, міне жарыс қадірлі. Машалла. Томи мен Айғаным. Қадірлі көршілі, қолдай көрсеткен. Бисмиллах, бисмиллах. Айғаным алдыда. Айғаным ұтты, достар. Құланда жеңімпаз болдың, бүгінгі тактикаңды айтып кетсең. Менің атым Әли. Бүгін құланда тек ұстау болды, терлету болды, асықпай қозғалу болды. Өзің неше жыл болды бәйге шауып келатқаныңа? 3 жыл. 3 жыл болды. Жас нешеде? 12-де. Алдың, иә, бүгін бәйгеден кейін не істейсің? Не көреміз? Жуат жармыз. Жуасың ба? Шақырасың ба бізді? Жоқ, рахмет. Достар, бізде қазір қолтума құнандар шауатын болады. Достар, бізде қазір халық өте көп, қарасаңыздар. Бесінші номер жеңімпаз, достар. Үшінші орын Ұлытау облысы Нұрым Каримов мырзаның Дарья Тұрғаны. Бақтері Қонсын Белгені Қабатозды Үрислам Минасипов. Үшінші орын. Екінші орын жеңімпазы Жамбыл облысы Мейіржан Сағынбай мырзаның Томми аттығынаны. Бақтері Бауыржан Үргенішбаев, Шабандозды Ері Сұлтан Төлеуғабыл екінші орын. Қанды облысы Елжаз Алмаперлі ұлының Айханым аттығынаны. Бақтері Мирас Тілеуберлин, Шабандозды Әли Қаупен бірінші орын. Қарағанды облысы Айханым атқымарымызға салтанатты жабу жатыр. Айханым абыр болса қойыңыздар, қадірлі көпшілік. Бізде қазір қолтумашылықтардан, қолтума құнандардан старт болайын деп жатыр. Темірлан, ұста! Балам, жерледі ма? Жерлетші, балам. Нешінші номер? 7. Әдем кетті, бәйгілі болсын. Достар, бізде қазір қолтума құнандар екінші группқа кетіп бара жатыр. Мен алдағы кетіп бара жатқан 7-ші номердегі балаға балет етіп отырмын. Қай құнанымыз бірінші болып сығын кесіп өтеді екен. Қай құнанның бағы жарады екен. Анадия алдыда. Қарағай бұры болдар болсын қоңыздар. Анадия, 7-ші номер. Облысы Қаранжан Дос мырзаның Хамид Шығыстың дайындауында. Қазір қолтума құнандар арасындағы жарыс бітті. Бізде қазір награждение бітті. Бұйырса, бізде қазір топ бәйге басталайын деп тұр. Погода кішкене құртылып тұр, жаңбыр жауып тұр. Қазір кругтың қалай болатынын сіздермен бірге көретін боламыз. Аллаху акбар. Хоп, 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 хоп.
станция қарап Бағжан жаным 4-ші номерде кетіп баратыр өзі. Қазір Алтын алқа бар. топ бәйгенің финишы Қадірлі көрермен, болайын деп жатыр. шын жүйрікті баршамыз қарсы алатын боламыз. Бізде 6-шы нөмірдегі алтын алқа алдыға шыға бастады. Қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Бізде қазір топ бәйгенің финишы бастар. Шабандоз нағыз жігіт балап батыр, анықталап шын жүйрік қарада тұр. Ағайын қолдау көрсет, қошемет соқ. Алтын алқа жеке дара келе жатыр. Жеңімпаз, чемпион алтын алқа. Бәйгеде алған Нұрсұлтан. Не достар, жаңа ғана мен осы Нұрсұлтаннан интервью алған болатынмын. Бірінші орын алды достар, бірінші орын. Машалла. Нұрсұлтан, өзіңнің эмоцияңды айта кетсең. Эмоциям өте жақсы. Олимпиадте бір болдым. Ең бірінші Алланың қалауымен. Тактикаң қалай болды? Тактикам тренерім айтты. Ұста, алдыңа 2 ат сақ қой деді. Сосын 2 круг қалғанда атым сүйрей бастады. 2 кругта да ұстадым да. Соңға кеткен кезде 3-ші болып кетіп бара жатқам. Атым ана жақтан тыныстатып келдім де. Ана жақ бауырды ақырындап шығардым да. Ақырындап ауыздыққа сүйеп тренерім айтты, Аллаху акбар, жүргізе бер деп. Сонымен жүргізіп кеп, тізгінмен көтеріп тізгінді жинап, Аллаху акбар, ла хаула ва ла қуввата илля билля деп айғайлап, Алланың қалауымен бір кеп келді. Құттықтаймын сені бүгінгі бәйгемен. Яра. Қадырлағай Аламан бәйге деген бір қолдауын Аламан бәйге жаршауын бастап кетті. Келжігітте көмжігіті құрмет ағайын. Айқай шуларыңызды естейді ағайын. Бір қолдау көрсет қойыңыздар шығыздың сайгіріктерге. Ағайын қолдауларыңыз қайда? Мінеге өмірінші нөмірдегі ұлытау. Бізде қазір Аламан бәйге басталды. Аламан бәйге жылқылары стартқа кетті. Қазір бізде 8 айналым болады, бұйырса 16 километр. Сәйгіріктер, сен бір мен атайын деп, бір қалыппен, бір пайыппен келе жатқан біздің керемет. Достарым, сіздер көріп жүрген Арғымақ Инстаграм каналының авторлары Қуаныш және де Бексұлтан. Осы кісілер сіздерге арнап контент түсіреді, бағалып кетіңіздер. Олимпиад компаниясының оқырмандарына тіркеліңіздер. Арғымақтың админі демеушілік танытып отыр. Құрметті Наомидің оқырмандары, Наомиға және де Арғымаққа тіркеліңіздер. Сіздер үшін контент болады бүгін. 2 айналым бар, құрмет шабандоздар, мұқият болыңыздар. 2 айналым бар, алдыда әлі 2 айналым бар. Алдыда әлі 2 айналым бар. Каналыңыздың болашағына сәттілік тілеймін. Керемет сұхбаттар жүріп жатыр. Осы беттен таймаңыз. Топты бастап келе жатқан 11-ші номердегі жылқы. Қазір біз тұлпарларды, Аламан бәйгесінің тұлпарларын біз қазір соңғы айналымға шығарып салатын боламыз. Мен атайын деген соңғы айналымға шығарып салайық, қадірлі ағайын. Ағайын қараңдар, қалмайларың. Соңғы айналым басталды, соңғы айналым. Шын жүйріктер шоғыры шықты алдыға. Жұлдыздай жаңғыратып маңдайларың. Бағы жарады екен. Мінекей шапағат бар, ботагөз бар, кера бар, қадірлі ағайын. Қарағанды облысы, Жамбыл облысы, Жетісу облысы, қай облыстың бағы жарады екен. Қай облыстың бағы жана деген аздаған уақыттан кейін оны баршамыз білетін боламыз. Құрметті ағайын, бізде 3-ші номердегі ботагөз. Мінекей қадірлі көпшілік, бір-бірімен таласып аласыр,
дайындалған жүйріктер таң асырып, ағайын, қолдау көрсет, қошемет соқ. Бір жүйрік келе жатыр дара шығып. Ботагөз, Жамбыл облысы Нұрмерген Айсұлтан мырзаның Ботагөзі. Құрметті ағайын, қолдау қошемет қайда? Үшінші номер Ботагөз, Жамбыл облысы. Аламан бәйге жеңімпазы достар. Достар, дәл қазіргі сәтте бізде Аламан бәйгесі аяқталды. Неге біздің жеңімпаздар достар? Нешінші орын алдың? Үшінші? Есім кім? Ерсұлтан. Келдер. Екі болдың ба? Есім кім? Айтқабыл Нұрали. Нұрали, тактикаларында айта кетсеңдер, қалай шаптыңдар? Мен өзім атымды алдыға шығарып алдым да, қинамай отыра бердім, соңғы құрыққа кеткенде. 3 ат болып бөлініп кетті, олар айдатын білдім. Айдап кетті олар, мен артына тақап алдым да, отыра бердім, сосын 500 келгенде айдаған кезде үшеуінде от кеттім де 2 болдым. Бірінші ат жеткізбеді. Сенің тактикаң қалай болды? Мен так айтты. Мынаумен бірге таласып кете бердім. Ақырын атын тез атқыда қала берді да. Сосын ақырын ана аттар тоқтаған көрінбей айдай бердім, аның артынан қалмай. Финишқа жетіп қойғанда бір бала құлап қап, соң екі ортасын өтіп, үш болып кіріп кеттім о. Нұрислам, бірінші орын алдың, иә? Иә. Өзің тактикаңды айтып кетсең біздің шаптар. Өзім тактикам сол аттармен бірге отырып алдында отырып кеп стоп кеп сол 500-кі айдау болып. Үшеуің бірге жарысып келдіңдер ғой. Иә, сол кезде жандағы атты байқадым, сосын атым күшін байқадым да, атым сенімді болдым өзім атыма. Молодец, құтты болсын. Рахмет. Бүгін бәйгеден кейін не істейсің, тойлайсың ба? Тойлаймын берсе. Бізде міне шабандоздар қазір. Ауылдар бар ма? Қол қойыңыздар. Ғабит мырза, теледидардың жеңімпазы. Жүлдеңіз құтты болсын. Айтыңдар, не жатсыздар? Микрофон алыңдар болса. Қуанышымыз өте. Біз сияқты оту жұғысты болсын. Сосын аттарыңыз бәйгелі болсын. Болды. Наматқа бармадыңыз ба? Жоқ. Наматта да бәйге болды ғой. Наматта бәйге отыр ғой. Үшінші орын Жамбыл облысы Жандос Сейдуалиев мырзаның Горка атты сәйгүлігі. Бапкері Бауыржан Үргенішбаев, шабандозы Ерсұлтан Тілеуғабыл, Өмірхан мырзаның Ұлытау атты сәйгүлігі. Бапкері Досжан Қуанышбек, шабандозы Нұрали Айтқабыл. Екінші орын Аламан бәйгеде жеңіс тұғырынан көрінген бірінші болып оқтай озып, мәре сызығын кесіп өткен Жамбыл облысы Нұрмерген Айсұлтан мырзаның Ботагөз атты сәйгүлігі. Бапкері Мұраханбаев Мақсат, шабандозы Сайран Нұрислам, бірінші орын. Сәлеметсіз бе аға, өзіңіз таныстырып кетсеңіз? Саламатсыздар, есімім Насыр Талғат Төлегенұлы. Осы бәйге федерацияның төрешісімін. Осы Алимбет асылғалы бері осыда төрешілік етіп жүрміз. Сіздер осы корсет, бастағы жаңағы шлем барлығын тексересіздер, иә? Балалардың қауіпсіздігіне жауап бересіздер, иә? Міндетті түрде оны тексереміз. Ол себебі біріншіден ол балалардың өздерінің қауіпсіздігі ғой. Мандатный комиссия болғанда форма 27, страховка здоровья, согласие родителей дейді, сондайдың бәрін тексереді ғой. Ол да көп ел ойлайды, ол біз үшін деп та. Бірінші очередь ол деген өз баланың қауіпсіздігі ғой. Мысалы форма 27, ол бала мысалы ауру болады, мысалы врачтар кіргізбейді, рұқсаты жоқ, спортпен шұғылдануға рұқсаты жоқ болса, ол бала шауып барады, бірдеңке болады, біз кім жауапты ғой.
оған бірінші очередь төрешілер жауапты. Сондықтан сол мәселелерді біз дұрыстап тексереміз да. Бізде ең басты мәселе ол құжаттар былай тұрсын. Біріншіден бізде құртатын бәйгеде не старт қалай болады, солай бәйге қызық болады да. Стартта біздің бас неміз, стартта бала құламауда біздің міндетіміз да. Стартта балаларға айтатын сол шабандоздар, қазір осы контентті көреді ғой балалар. Солардың бәріне айтатын да стартта төрешіні тыңдау керек. Стартта бәрі бір қатар сапқа бірдей тұратын болса, стартта ешкім құламайды. Бәрі бірдей, қалай айтады, на одинаких условиях стартовать деді ғой. Сол үшін біз жұмыс істеп жатырық та. Ыңғай келсе стартта бірдей шауып кетсін, бір-біріне соғылмасын деген мақсатпен ғой. Екіншіден біз стартта бүгін түсірсеңіздер, Құнан бәйгеде әнұран айтты. Көп бәйгеде біз әнұран айтқызамыз да. Ондай да бар ма не? Бар ғой Олимпиадта сөйтіп. Саған күшті. Достар бізде қазір жакелер әнұран айтуда. Ол не себептен? Ол баланың ішкі патриоттық сезімін оятады да. Біріншіден бұл бала атқа мінгесін Қазақстан Республиканың патриоты болу керек қой. Мен басты мақсатым сол кішкентай балалардан сол патриоттық сезіммен ол ел басқарады, любой организацияны басқарып кете береді да. Сондықтан ол әнұранды айту ол деген менің үшін патриоттық сезім оятады. Рахмет сұхбатыңызға. Бұйыртса біздің YouTube канал. Считаю, что контент полезный был. Да, очень даже. Біз бұны релсқа саламыз бұйыртса. Достар, бізде бәйге аяқталды қазір.